Құрметті мұсылман бауырлар, Аллаху субханаху ва тағала баршамыздың ақыретімізді қайырлы етсін иншалла. Енді баршамыздың илеп жүргеніміз бір пұшпақ қой, жалпы дінді тарқату иманға ғана міндетті емес, әрбір имандыға міндетті. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам, білесіздер, уағыз насихатын айтқан кезде 3 рет қайталайтын болған. Бір сөзді, бір мағыналы сөзді 3 рет қайталап айтатын болған. Ей адамдар, мына нәрсені жақсылап тыңдап алыңдар, тыңдап алыңдар, тыңдап алыңдар. Енді ол кезде мынандай микрофон жоқ. Анау мыңдаған сахабалар бар, арт жақта отырған сахабалар естімей қалатын болған. Сонда бір-біріне жеткізе деген сахабалар. Естімей қалған сахаба пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның мәжілісі біткеннен кейін бір-біріне естіртеді. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның бір несі, енді адамның диагнозын пайғамбар саллаллаху артық ешкім жақсы білмейді ғой. Сахабалардың тың кезін таңдап отырған дейді пайғамбар саллаллаху. Тың кезін, уағыз тыңдайтын кезін. Сол кезде ғана насихатын айтқан, насихаты 20 минут, бір жарты сағат сол жобадан арғы аспаған. Өйткені пайғамбар біз 2 сағаттап, 3 сағаттап насихат айтамыз ғой. Бірақ біздікі жұғымды емес та, қараңыз. Пайғамбардың 20 минуттық уағызы былай тұрсын, пайғамбардың бір айтып кеткен сөзі, мысалы, бір сахаба келді айтты, ей Алланың елшісі, маған бір насихат айтыңызшы. Өмір бойы сол насихатқа амал қылып өтейін дегенде, ля тағдоб, ашуланба деді. Бұхариде келген хадис. Ана сахаба азсынды дейді, қайтадан тағы бірден айтатын шығар деп, пайғамбар біліп отыр, ол сахабаның ашушаң екендігін. Алланың елшісі тағы ля тағдоб, ашуланба, ашуланба. Фароддады миророн дейді, бірнеше рет қайталап пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтты, қайтарып ол кісіге ашуланба, ашуланба, ашуланба. Сол сахаба соған амал қылды, өмірінде жеңіске жетті. Бір сахабаға қарайтын, әртүрлі сахабаның халіне қарап уағыз айтатын. Бір сахаба намазына шала қарайтын, ол сахабаға айтатын, 5 уақыт намазыңа бекем болатын болсаң, жәннатқа кіресің. Бір бәдәуи келді, ей Алланың елшісі, маған бірақ өсиет айт дейді. Алланың елшісі деп сөйлемеген олар, ей Мұхаммед деп сөйлеген. Енді бәдәуи ғой, шөл арабтары. Қазақша айтқан жабайы. Ей Мұхаммед, сен маған бір насихат айт, мен сол насихатты жүрегіме мықтылап, ұран қылып тоқып алайын. Сол бір насихатыңмен мен жәннатқа кіріп кететін болайын дейді ғой жаңа. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам, сен 5 уақыт намазыңа бекем бол деген кезде, ей Алланың елшісі, бұдан ештемені арттырмаймын, бұдан ештемені кемітпеймін, мен осы 5 уақыт намазымды оқиын деп кетіп бара жатты да, пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам айтты, кімде-кім жәннат иесін көргісі келсе, мына сахабаның соңынан қарасын деді. Мына менің досымның соңынан қарасын деді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам. Әрқайсысының халіне қарап уағыз айтқан. Өкінішке орай, кейде тойға барып алып, жаңағы өлім туралы уағыз айтып жататындар бар. Тойға барып біреуді жамандап айтып жататындар бар. Жоқ, той көңілді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам аңсарлық сахаба Меккеден Мәдинаға қарай бір әйелді жаңағы құда түсіп келіп шығарып салып жатқан кезде достарына айтқандай, аңсарлықтар ол көңіл көтергенді жақсы қалайды. Соларменен бір көңілді көтеретін 1-2 адамды жібермедіңдер ма деп пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам айтқан сахих хадисі бар. Қараңыз, сондықтан да айтпағым не нәрсе, иншалла біздің жеткізіп жатқан нәрселерімізді өздеріңіздің отбасыларыңызға жеткізіңіздер иншалла. Ана әйел адам үйде отырады, 4 қабырғаны басқа көрмейді, сөйтеміз де олардан көп нәрсені талап етеміз біз. Сен жұмаға келесің, осындай анда-санда бір ұстаздар келген кезде, сол кезде насихат алып қаласың, аптасына бір рет жұма, ары кетіп барады, бері кетіп барады, қалаға барып қалып біреудің уағызын тыңдап қалуы мүмкін. Ол байқұстар ана үйдің ішінде күйбең тіршілікпенен, бала-шағаның астын жууменен шаршап жүрген адамдардан қараңыз, оларға да насихатымызды айтып жеткізу міндетті болады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өзінің жұбайларын құлшылыққа пайғамбар оятатын болған. Ешқандай бір жұбайы келіп пайғамбарды оятпаған. Пайғамбар саллаллаху түннің ішінде тұрып тақаш намазына тұрғызатын болған, өзінің қызын Фатиманы тұрғызатын болған, Айша, Хадиша, баршасын құлшылыққа пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өзі оятып отырған жұбайларын. Не? Ертең еркек әйелінің отбасының дініне жауапты. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам мұсылман адам өзінен жақсы көрген нәрсесін момын бауырына жақсы көрмейінше толық момын болмайды.
Аллах Тағала Құран кәрімде: ей иман келтірген пенделер, өздеріңнің отбастарыңды оттан сақтаңдар деді. Оттан сақтаңдар, Алланың тозағынан сақтаңдар деді. Сондықтан кейбір бауырларымызға да қарнымыз ашады, жаңа намаз оқып жүреді, бірақ апасы намаз оқымайды. Жарайды, апасы жездесі жауапты шығар, бірақ әйелі намаз оқымайды, оқыса да дұрыс басына орамал тарта алмайды. Солай дұрыс жеткізбегендігіміз себепті. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам дінді жеткізу методын өзі көрсетіп кеткен. Инна дина юсрун. Бұхариде келген хадисте айтады: расында дін жеңіл. Уалан юшадда дина ахадун илля ғалаба. Сендердің біреулерің дінді ауырлатып алыңдар, егер дінді ауырлатып алса, дін оны жеңіп қояды деді. Үш сахабаны қайтарғанды білесіздер. Бір сахаба келіп айтты: Алланың елшісі, мен өмір бойы жаңа тахажжуд оқимын деді. Бір сахаба келіп айтты: Алланың елшісі, мен үйленбеймін деді. Біреу келді: өмір бойы ораза боламын деді. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам не деді? Мен пайғамбар бола тұра, мен үйленем, көбейемін, сен бұлдай нәрсені істеме деді. Ол сахаба қайтты: мен пайғамбар бола тұра, кейде аузым ашық болады, кейде жабық болады, ондай нәрсені істеме. Ол сахаба да қайтты. Бірақ тахажжудты жаңа өзіне міндеттеп алған сахаба тұрып алды дейді. Сосын Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам: ертең қартайған шағың шамаң жетпей қалады. Жоқ, Алланың елшісі, мен өмір бойы осы тахажжудты оқып өтемін. Жарайды. Сонда қартайған кезінде жаңа сахаба неге тахажжудқа тұра алмай қалатын болды дейді. Сонда бір өкініші, пайғамбарға берген уәдемнен тайдым. Бекер пайғамбардың алдында осылай уәде беріппін, өзім көтере алмайтын жүкті өзіме жүктеп алыппын деп өкінді дейді жаңағы сахаба. Қараңыз, өкініші сол болды дейді сахабаның. Жақсы, енді сол дінді қалай жеткіземіз? Біз, Аллах Тағала Құран кәрімде айтады: Я юхалладина аману лима тақулуна ма ла тафалун. Ей иман келтірген пенделер, өздерің істемеген нәрсені не үшін істе деп айтасыңдар дейді. Бұл пайғамбарға түскен аят. Қараңыз. Сөйтсе пайғамбардың сөзінен бұры ісі жүріп отырған екен ғой пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Сондай хикмет, даналық иесі болған пайғамбар бұл дүниеде үнсіз өтіп кетсе де, қараңыз, бұл дүниеде сөйлемей үнсіз өтіп кетсе де, оның ісінен адамдар ғибрат ала беретін еді дейді. Қараңыз. Пайғамбардың бір әрекетінен қаншама кәпірлер нағылған, исламды қабылдаған. Мушрик кезін айтады. Одан Пайғамбар саллаллаху жаңа қылығын көріп, исламды қабылдағандығы жайында. Пайғамбардың сондай дара адам болған, ол сондай пайғамбар, Алла Тағаланың таңдауы, ол умми болды. Умми болған кейбіреулер жаңағы умми деген жазу оқу білмеген деп аудару керек негізінде. Біреулер сауатсыз деп пайғамбардың тарапына әдепсіздік қылып жатады. Ол сауатсыз пайғамбар деп. Жоқ. Пайғамбарды Жибрил Амин арқылы Аллах Тағала білім берді. Жер бетінде пайғамбардан артық білімді адам жоқ қазіргі таңда. Пайғамбар умми болған, жазу оқу білмеген. Жазу оқу білмегендігіне не нәрсе дәлел? Аят түсіп жатқан кезде, Алақ сүресінің алғашқы аяттары түсіп жатқан кезде, иқра, оқы. Пайғамбар саллаллаху оқи алмаймын деді. Қараңыз, оқи алмаймын деді. Осы нәрсе дәлел болады Пайғамбар саллаллаху умми екендігіне. Енді пайғамбардың умми екендігін әртүрлі шарықтаған ғалымдар бар. Бір ғалымдар айтады, пайғамбардың катиб, жазушылар болды. Пайғамбарға түскен аятты пайғамбар кенеттен айтып отыратын, соны қасындағы жазушылар жазып отыратын еді дейді. Үшінші тараптағы бір ғалымдар айтады, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өмір бойы оқу жазу оқуды білмеген дейді, жаңа жазып отыратындар дегенді айтып отқаны. Ал енді жазу оқу білет деген сахабалар риуаят еткен ғалымдар айтады, пайғамбар қаламды алып кенеттен жазып кетуі, Құранды алып кенеттен оқып кетуі ол мұғжиза дейді. Бұрын соңды оқу жазу білмейтін адам кенеттен оқып кетуі ол пайғамбарлық мұғжиза дейді. Қараңыз. Енді ғалымдарымыз осы пайғамбарлықты неге умми қылып таңдады деген сұрақ туындайды. Неге умми қылып таңдады? Қараңыз, адамдар пайғамбардың затына арыз айталмау үшін дейді. Неге десеңіз, бір ғалымға түссе айтар еді, мына ғалым өзінің ойынан осы Құранды жазып шығарды. Мына бір ақынға түссе айтар еді, мынаның өлеңі де. Бірақ соның өзінде не деді? Мұхаммед сиқыршы, бұл Құран Мұхаммедтің өлеңі деді. Союздың кезінде кітапханаларымызда кітаптар болған, Құран Мұхаммедтің өлеңі деген кітаптар болған. Қазақ авторы осы қазақстандық. Мен білем, танимын оны. Қараңыз.
Неге? Құран Мұхаммедтің өлеңі деді. Енді әртүрлі кезеңдер болады. Әртүрлі кезеңдерде әртүрлі пайғамбарлар түсті. Әртүрлі пайғамбарлардың несіне қарай Құдай тағала мұғжизаменен қуаттап отырды. Иса алейхиссалам заманында медицина дамыды. Ол кездегі ең үлкен медицина не еді? Өлгенді тірілту. Иса Масих деді. Сүртуші Иса алапесті қотырды сүрткен кезде адамдардың несі жаралары жазылып кетіп отыратын. Өлгенді тірілтті. Ең үлкен медицина өлгенді тірілту ғой. Соны Исаға берді. Мұса алейхиссалам заманда не дамып кетті? Сиқыр дамып кетті. Ең үлкен мұғжизаны Мұсаның қолына берді. Асатаяқ аждахаға айналып, жаңа Ферғауынның сиқыршыларының жыландарын жұтты. Ферғауынның сиқыршылары сол жерде тәубе етті. Мұсаның Раббысына иман келтірдік деп, таңертең кәпір еді, түсте иман келтіріп мұсылман болды. Кешке лағнет Ферғауын оларды турап кескілеп, шахид қылып өлтіріп жіберді. Кәпір еді таңертең, түсте мұсылман болды, кешке шахид болды. Бір күнде Құдай тағала бір пендесін бұрып қоям десе демде, қараңыз. Ал пайғамбардың заманда не дамып кетті? Ақындық дамып кетті. Сонда Абу Жахил, жаңа жюрилердің арасында бізде көсемдер отырады ғой, жаңа әділ қазылар алқасы болып. Не бір мықты ақындар отырады ғой. Сол сияқты отыратын еді дейді. Сонда Құранның сөзін естіген кезде, мынау адамның сөзі емес деп айтады екен. Өткен білет, сол өлкедегі ең мықты ақындарды сол білет. Және тіл байлығы да солардан мықты болып тұрған Абу Жахил, мынау Құран, ақиқатында Құран, мынау адамның сөзі емес дейді екен. Оның исламға келмеуін пайғамбарға деген менмендігі жібермей қалды дейді. Онан Алланың кәламын тану емес, пайғамбарға деген ерегісі жібермей қалды дейді. Тәкаппарлық қараңыз. Тәкаппарлық. Мен осының соңынан еремін ба деген сияқты. Сонда Құран түсті, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға тақпақты алып, әуендетіп түсті. Мысалы, Қазақстанның гимнін алып қарасақ, соңы амменен бітеді ғой. Алтын күн аспаны, алтындан даласы, думанды бастаған далама қарашы. Ұйқаспенен сондай бітіп отырады. Нас сүресін алсаң да син әріпмен. Құл аузу би раббин нас, маликин нас, илахин нас. Қай сүрені алып қарасаң да соңы ұйқаспенен келіп отырады. Муддассир сүресі ро әріпмен. Я айюхал муддассир, қум фа аңзир, ва раббака факаббир, ва сиябака фатахир, ва руджза фахжур. Қараңыз. Немен келіп отыр? Ро әріпменен. Қоф әріпмен Фалақ сүресі. Құл аузу би раббил фалақ, мин шарри ма халақ, ва мин шарри ғасиқин иза вақаб, ва мин шарри наффасати фил уқад, ва мин шарри хасидин иза хасад. Тақпақпенен әрбір әріптің ұйқасымен түсіп отыр. Сонда олардың уәжі бұл Құран Мұхаммедтің өлеңі деп айтып кеткені сол екен да. Ол бір. Сосын білесіздер, қазірна тәңіршілдер, атеистер көбейіп жатыр ғой, Алла сақтасын. Солардың айтқанын уәжі, неге Алла тағала сол Меккені қасиетті қылып қояды? Неге Мәдинаны қасиетті қылады? Не біздің Түркістан қайда? Не сонда жер бетіндегі бір жерді ғана қасиетті қылып, басқа жерді қасиетсіз қылу, ол қиянат қой дейді, әділетсіздік қой дейді. Ол мына бір бауырымыздың айтқан секілді да, мен Жайремде неғып дүниеге келем, мен неге Сәтпаевта дүниеге келмеймін деген сияқты. Неге мен Шымкентте дүниеге келмеймін, южанин болып жүретін деген сияқты. Сонда Алланың таңдауына қарсы келу. Ол бір. Сосын хикмет даналығы, ана қай бір жылы бір шал барып сол Меккені жамандап келді, ит байласа тұрмайтын жер, тау, тас, шөп жоқ, ыстық күн деп ше. Қараңыз, бұл да Алланың хикметі да. Ғалымдарымыз айтады, осы жерде Құдай тағаланың таңдауын бір хикмет дейді, және басқа да хикметтер көп қой. Ибрахим алейхиссаламның заманынан бері қарата ол жердің қасиетті екендігі, Адам алейхиссалам заманынан бері қарата бір хикметі дейді, адамдар тек қана құлшылықпен болсын, тек қана Раббысымен болсын деп көріксіз қылып сондай қылып жаратып қойған дейді Алла тағала. Тау тасы болса да шөп тал өсірмеген, күнін ыстық қылып қойған. Мамыражай болатын болса біздің қазақтар майөкпеге шығып кететін бе ана жерде кім біледі. Сол жақтан келген арабтар біздің Алатаудың төбесіне шығып айтады екен, сендер жәннатта өмір сүріп жатсыңдар ғой деп айтады екен да. Жәннатта кәдімгі. Сонда адамдар тек қана құлшылықпен шұғыл болсын деп сондай жерді Құдай тағала таңдаған дейді, қараңыз. Бірақ соның өзінде қазақтар
ненің теңізге барып түсіп жатады. Соның өзінде қазақтар бір базарды тауып алады, әйтеуір бірдеңе айналысатын бірдемелер тауып алып жүреміз ғой әйтеуір. Ана Мекке қаласында далада шай ішетін жері бар жаңа, сосын қымбат тамақ сататын жері бар. Сол жерге барсаң қазақтардан артылмайды ғой ана жер. Бәрі жерінде қазақтар. Қараңыз. Сондықтан бір хикметі, Алла тағаланың бір даналығы, ол жерді таңдауы сол. Сондықтан Алла таңдап қойған жер болды. Сенің ақылың жүрмейді. Жаңағыдай, мен не үшін мына жерде дүниеге келем, неге менің бойым 1,60, неге мен 2 метр болмадым деген сияқты. Аллаға шағым айтып жатқан сияқты. Ондай адамның, қараңызда, бауырлар, бір нәрсені айтайын. Құдай сондай қылып қоймағанына шүкір. Ең бақытсыз адам жер бетіндегі Құдай өзімен жауластырып қойған адам. Құдай өзімен жауластырып қойған. Ол ана Абу Лахаб, Абу Жахилдердің соңынан баратын адам болады, Алла сақтасын. Мынау араб қыл болып кеттіңдер сендер, неге мынандай істеп асыңдар деп айтып жатқан адамдар көп қой қазір. Ана намазхандар жек көріп жүргендер группаларға сондай дырылдатып тарқатады тәңіршілдердің сөздерін жаңа. Неге сендер араб қыл болып бар жатсыңдар, неге машалла деп айтасыңдар, неге иншалла деп айтасыңдар, неге Құдайға шүкір деп айтпайсыңдар деген сияқты. Орыстың қол астында болғанымызға қанша жыл болды? 70 жыл. 70 жылда орысқа айналып кете жаздадық қой, тәуелсіздікті алмағанда. Петропавл ана жақта айтпай-ақ қояйын, өзінің тілін білмейді. Ал енді исламды ұстанып келе жатқанымыз қанша? 9-шы, 8-ші ғасырдан бері қанша жыл болды? Ғасырлар болды ғой, 10 ғасырдан асып кетті. Араб болып кеткеніңіз бар ма арасында? Араб болып кеткен ешкім жоқ қой. Қараңызда, қандай мәселе жатыр. 70 жылда біз орыс болып кете жаздадық, а бірақ 1000 жылдан асып кетті, біз араб болып кеткен жоқпыз. Сондықтан осы тұрғысынан алып айту керек та оны. Біздің қанымыз қазақ, иісі қазақ, қазақтан исламды бөліп болмайды өзі. Өткенде ана информбюродан көрсетіп жатыр. Қазақстан бойынша, статистика бойынша ең көп фамилия Ахметовтер екен. Ахметовтер. Одан кейін Омаровтар екен. Қараңыз. Қазақ не дейді? Алтау ала болса, ауыздағы кетеді, төртеу түгел болса, төбедегі келеді дейді. Осын кеше бір ұстазымыз айтып жатыр, алтау ала болса дегені иманның 6 шарты дейді. Иманның 6 шарты. Ақырет күніне, кітаптарына, періштелеріне, жақсылықта, жамандықта Алладан екендігіне сенуге иманның 6 шарты бар ғой, сол дейді. Ал енді төртеу түгел болса төбедегі келеді деген 4 шадиярды айтып жатыр дейді. 4 халифа сияқты бекем болатын болсаң, саған өз береке кіреді. Қараңыз. Атам қазақ, мен әрдайым айтам, біздің қазаққа жалпы ақиданы да үйретіп керек жоқ. Атам қазақтан сөз де артылмаған. Құдайсыз қурай сынбайды дейді. Осыны айтқан адам, осыны айтқан қазақ Аллаға серік қоса ма? Құран кәрімде айтады: "Уа ма тасқуту мин варақатин илля я'ламуха." Талдан бір жапырақ түссе де, Алла оны біледі дейді. Ал мына сөз соған келіп тұр, қараңыз. Сондықтан мен Кеңшілік Тышқан деген кісі бар ғой, теолог. Сол кісіден 2018 жылы ма Ақтөбеде болған кезде бір конференцияда мына Қазанның, Татарстаннан, Қазаннан архивінен бір кішкентай ғана мәлімет алдым. Сонда оңтүстік Қазақстан облыс бойынша діннің қандай болғандығын көрсетеді сол жерде. Құдай-ау, ана жерде енді бәрі молдама деп қаласың жаңа. Құраннан сабақ беретін муаллима әйелдер, мыңдаған әйелдер болған, Құраннан сабақ беретін ұстаздар мыңдаған болған, жаңа грамматикадан беретін молдалар мыңдаған, енді сұмдық қарлардың да саны өте көп. Біз кейде дінді өзіміз білген екенде бұрын ата-бабамыз дінді қалай ұстанды екен деген сұрақ туындайды ғой жалпы. Мұны условиясы бар жерде өмір сүріп жатырық қой. 40 градус аязда, 50 градус аязда ғұсыл алған ғой бабаларымыз. Сол юртаның ішінде. Енді өзіңіз ойлап қараңыз. Қажылыққа 6 ай барып 6 ай келген, 1 жыл барып 1 жылда қайтқан, 2 жыл. Құнанбай бабамыз барып, қасында біраз байлар болған, жол жөнекей жаңағылар садақа қылып отырған, тоқтаңдар, алдан екі түп тұрған бір Құдай біледі, үйтіп шашыла бермеңдер деген да. Сөйтіп барған кезде жаңағы
Арафат өтіп кеткен, қажылық Арафатпен болады. 1-2 күн кешігіп қалған. Сонымен қайтамыз деген кезде Құнанбай айтқан, жоқ қайтпаймыз. Келесі жыл келе аламыз ба, келе алмаймыз ба? 1 жыл осы жақта боламыз деген да. Сөйтіп 1 жыл бойы жаңағы байларды Құнанбай асыраған. Енді өзіңіз ойлап қараңыз. Ол кезде мен Құнанбайдың орнында болатын болсам, менің дәрігерім бар, менің жол жөнекей жаңағы жейтін етім бар, менің қасымда мықты барымташы, мықты батыр жігіттер болса, жолдан маған жаңағы қарақшылық жасайтын адамдар бар. Кемінде бір 30-40 адам. О жаққа барғаннан кейін жаңағы орын алу керек, о жаққа барғаннан кейін құрбандық шалу керек. Біз жақтың малдары о жаққа жарамай қалуы мүмкін барғанша деген сияқты. Соншама машақатпен барғанда бабаларымыз. А шайтанға тас ату, ана Мина жазығынан 3,5 километр. Соған ана метроменен барады көлеңке. Соған өліп қала жаздап. Енді мына жақтан бір ғана ата бабамыз барып, қайтып келген. Енді олар әулие болмады, кім әулие болады енді? Самолетпен барып, кондер бар, жаңа үйдің ішінде жатқан, біз әулие боламыз ба? Олар өзі ұшса, біз сол самолетпен ұшып жүріп қой қазір. Қараңыз, әулиеліктен дәрежесі солар жеткен. Енді айтпағым не нәрсе, құрметті бауырлар, біз сондай ізгі аталардың, аналардың ұрпақтарымыз. Бірақ сол ізгіліктен, мына орыстың кесірінен талай айырылдық. Қаншама құрандар жерге көмілді, қаншама қарыларды аттырды, қаншама асыра сілтеу болмасын, аша тұяқ қалмасын деп қазақтың малын алып қойды, жаңағы ішінен шыққан зиялыларын аттырып тастады. Өзі Орта Азияда тек қана қазаққа ғана жасалынған екен ғой қастандық. Орта Азияда қараңыз. Өзбектен біреу қырылмаған сол кезде, қырғыздан қырылмаған. Тек қана қазақтар. Не? Қазақтың қандай адам екендігін білді. Міне әрқайсысын мен кейде Құдай асқа барып қаламыз, сөйтіп отырсақ, үлкен апаларымыз, менің әкем кітап ашқан, үлкен молда болған дейді, менің әкем әулие кісі болған, осыны деп айтып жатады жаңа. Мен айтамын, сіздер солай мақтанып жатсыздар, бізбен ұрпағымыз қалай мақтанады екен деймін да жаңа. Менің әкем тойда жеттірді, билеген кезде жаңағы түбіне түсіретін, менің әжем Құран оқытып отқанда басына салфетка жамылып отыратын деп айтатын бола ма ертең біздің ұрпақтарымыз? Біз енді бірдеме қалдырып кетуіміз керек қой соларға. Ал ол қалдырып кету үшін ғалымдарымыздың мына 2 ауыз сөзі бар. Соны шарықтайын. Әл-валаду солиху янфау абаху ва амалул валиди янфау валадах дейді. Салиқалы ұрпақ әкесіне, шешесіне, ата бабасына пайда береді. Ал енді салиқалы иманды әкенің амалы перзентке пайда береді деген ғалымдардың сөзі бар. Енді осы салиқалы ұрпақ әкеге, ата-анасына пайда береді дегеннің мәселесіне келейік. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам садақа жарияны айтты. Садақа жария деген не? Жүріп тұрушы деген. Сен өліп қалғаннан кейін де соңынан барып тұрады. Пробегің айналып тұрады орысша айтқан кезде. Қабіріңе барады сауабы үздіксіз. Соның біреуі дейді Пайғамбар саллаллаху айтады. Валадун солихун ядау лаху. Соңынан дұға етіп тұратын салихалы ұрпақ деді. Қараңыз. Біз дүниеден өтіп кетеміз. Дүниеден өтіп кеткеннен кейін қазақта сөз бар ғой, дәметкен әруақтарға тие берсін деп. Сол ұрпағымыздан дұғаны дәметеді екенбіз біз. Шелпек емес, тоқаш емес. Сол дұға. Я Аллахым, менің әкемнің күнәсін кешір, я Аллахым, менің анамның, ата бабамның күнәсін кешір деген дұғаны дәметеді екенбіз сізбенен біз. Сонда қарап тұрсақ, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам осы нәрсені дұғаменен өлшеп кеткен. Мысалы, мен намазхан болып жүріп, әкемнің атынан, ата бабамның артынан, әжелерімнің артынан дұға қыла алмасам, менің салихтығыма сын екен сол. Мен салихалы ұрпақ болып саналмайды екен. Намаз оқи берсен, әке шешеңнің атынан, ата бабаңның артынан дұға қыла алмасаң, ол салих емессің сен. Намаздан кейін тұрып, Құран оқып дұға бағыштау, сол салихтықтың белгісі. Қараңыз. Ал енді мен намаз оқып жүріп, әрдайым ұмытпай дұға қылып жүретін болсам, не болам? Салихалы ұрпақ болады екенсіз, қараңыз. Осы мен өлшеп қойған Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Салихалы ұрпақ оған дұға етіп тұратын деді, қараңыз. Енді осы нәрсені айтсам, бір шәкіртім кепті, енді алғыр бір шәкіртім бар еді, ұстаз дейді, енді 5 уақыт намазда дұға қыла алмаймыз ғой дейді, жаңа. Кейде ұмытып кетеміз, кейде пендешілік қыламыз дейді. Сол дейді, ана әрбір фарызды бітірген кезде, намазды бітіріп атқан кезде, соңында Раббана атина фид дуния хасана, сәлемнен алдын дұға қыламыз ғой.
соның орнына қойып қойдым дейді. Роббана гфирли, Аллахым мені кешір, вали валидайя, ата-анамды кешір, яума яқумул хисаб, валил муъминина яума яқумул хисаб. Және бүтін момындарды кешір, есеп қисап күні деген дұға бар ғой. Соны айтып жүремін. Сонда 5 уақыт намазда мен сол дұғаны айтады екенмін дейді, қараңыз. Фарыздың өзін айтып жатыр да. Сондықтан осы дұғаны жаттап алып, намазымыздың соңында айтып жүрсек, сол сіздің салихтығыңыздың кемел екендігіне дәлел болады екен. Бұл бір. Екінші, Ибрахим пайғамбарды білесіздер. Ибрахим пайғамбар қартайған шағында Алла тағалаға дұға қылады, перзенті жоқ болады. Сонда Құдай тағалаға дұға қылады. Робби хабли мин ладунка зурриятан тойибатан, Робби хабли минас солихин. Пайғамбарлардың дұғасы бар. Раббым өзіңнің құзырынан салихалы ұрпақ бер, Раббым өзіңнің құзырынан иманды ұрпақ бер деп сұрайды. Сонда дейді, Ибрахим пайғамбардың жасы қаншада болған білесіздер ма? Исмаилді берген кезде 100-де болған екен, 99-да. Жасы 99. 99 біздікімен алып қалсаң қалт-құлт деп тұрған шал ғой енді. Олдан қалай бала пайда болады деген сөз туындайды. Әйелі қаншада болды? Кемі 90-да. 90-дағы кемпір бала таба ала ма? Таба алмайды. Бірақ Құдай құдіретті ғой. Адам пайғамбарды әке-шешесіз ақ жаратты. Иса алейхиссаламды әкесіз ақ жаратты. Бар болып тұрған адамнан баланы пайда қылу Құдай тағалаға әсте оңай. Құдай тағала Ибрахим алейхиссаламға Исмаилді берді. Исмаил жүруге жарағанда дейді. Жүруге жарағанда, жүруге қай 3-4 жасар бала жүруге жарайды ғой жалпы. Аяғын нық басып жүре алатын бала, жүгіріп жүре алатын бала сол 3-4 жаста. Сонда Алла тағала Ибрахим пайғамбарға үлкен сынақ жібереді. Түсінде бірнеше рет уақи етеді. Ей Ибрахим, өзіңнің балаңды құрбандыққа шал менің жолыма дейді. Енді өзіңіз ойлап қараңыз, әкеге бұдан артық сынақтың керегі жоқ. Ең үлкен сынақпен пайғамбарлар сыналған. Сонда Ибрахим пайғамбар ләж жоқ баласының қолынан жетектеп, ертең Меккеге қажылық қылсаңыздар көресіздер, сол Ибрахим пайғамбардың баласын құрбандыққа апарған жері. Сол жерге бара жатады. Енді оңай емес. Ибрахим пайғамбардың көзінде жас, көңіл күйі түсіп кеткен. Сонда баласы әкесінің қабағына қарап, "Я абати, әкетай, неге көңіл күйіңіз жоқ?" Сонда Ибрахим пайғамбардың айтқаны, тамағы өксіге тамағына тығылып, көзінен жас ағып, жасы сақалын жуып, "Я бұнайя, ей балақайым, Аллах тағала маған сені өз жолына құрбан етуге бұйырып жатыр" дейді. Сонда баланың айтқан сөзін қараңдар дейді. Құран кәрімде Алла тағала айтады, "Ана баланың сөзіне қараңдар енді" дейді. Баланың айтқан сөзі, "Ей әкетай, Алла тағала саған бұйырып тұрса, онда не қарап тұрсың? Құрбан ет енді Алла жолына мені. Иншалла мені сабырлық қылушылардан табарсың" деп айтты дейді. Сонда Ибрахим пайғамбар көзінің жасын бір сығып алып, құрбандық ететін жерге барып тұрған кезде Исмаил тәпсірді келтіреді. Исмаил тағы қарап тұрып айтты дейді, "Ей әкетай ана, жетек жеңіңіз тым ұзын екен, түріп алыңыз. Менің қаным шашырап кететін болса, анам көріп мынау кімнің қаны дегенде Алланың әміріне тағы қарсы келіп қалуыңыз мүмкін. Және қолыңыздағы пышағыңыз өтпейтін секілді мықтылап қайырлап алыңыз жүзін. Егерде мен қиналып жатсам, әкелік мейірім оянып кетіп, тағы да Алланың әміріне қарсы келіп мені бауыздамай қоюыңыз мүмкін. Және жүзіңізге қаратпаңыз, менің көзімді өзіңіздің көзіңізге қаратпаңыз. Әкелік мейірім деген нәрсе болады. Көзіңізге қаратсаңыз, жаныңыз ашып кетіп, Алланың әміріне тағы қарсы келіп қалуыңыз мүмкін." Ибрахим пайғамбар көзінен жасын бір сығып алып, етек жеңін түріп, пышағын қайрап, баласының басын төмен қаратып, "Бисмилля, Аллаху акбар" деп пышақты салған кезде, Алланың әмірімен өткір пышақ өтпей қалады. Көктен Құдай тағала құрбандықты түсіреді. Міне содан бері сізбенен біз құрбан айтта құрбандық етуіміз кімнен келе жатқан сүннет екен? Ибрахим пайғамбардан келе жатқан сүннет екен. Қараңыз. Өзі Ибрахим пайғамбардан бірнеше сүннет келген. Қолтықты қыру, ташақты кесу деген сияқты. Сол Ибрахим мисуакты қолдану, сол Ибрахим пайғамбардан келе жатқан сүннет, пайғамбар ол сүннетті жалғастырып алып кетті. Қараңыз. Сонда Алланың әмірі сынақ бітті. Екеуі де аман. Енді әрбір оқиғаны Аллах тағала Құран кәрімде айтқаннан кейін, оның ғибраты міндетті түрде болады. Міндетті түрде 90 ауыз сөздің тобықтай түйіні болады. Сонда ғибраты не десе, біріншіден Құдай тағала өзінен дейді, перзенттің сапалысын сұрауды үйретіп жатыр дейді. Рабби хабли минас солихин. Раббым, сен маған ұл бер, қыз бер деген жоқ. Раббым, өзіңнің құзырыңнан маған салихалы иманды ұрпақ берші деп сұрады да, қараңыз. Сапасын сұрап жатыр.
Біз дүкенге барсақ, базарға барсақ, киімнің сапасына қараймыз. Қай жақтікі? Бішкек, Пекин, Турция десе, Турцияның бағасын сұраймыз. Ол дұрыс. Турцияның киімі жақсы болады. Бірақ біз ұрпақ сұраған кезде Құдай Тағаладан соны сұрамайды екенбіз. Ең маңызды көзіміздің қуанышы болған затты сұрайтын кезде соның сапасын сұрамайды екенбіз. Қараңыз. Қараңыз. Сондықтан жастар Құдай Тағаладан әрдайым дұға қылған кезде Рабби хабли минас салихин. Раббым өзіңнің құзырынан салиқалы ұрпақ бер. Рабби хабли мин ладунка зурриятан тайибатан. Раббым өзіңнің құзырынан жақсы ізгі ұрпақ бер деп осы дұғаны жаттап алып, жаттап ала алмасаң қазақшасын айтып, Құдайдан ұрпақтың сапалысын сұрауды үйретіп жатыр. Екінші, бала менен әкенің мәмілесін көрсетіп жатыр дейді. Әке, пайғамбарлар баласына балам демеген, балақайым деген. Ал пайғамбардың балдары әкесіне әке емес, әкетайым деген. Ибрахим пайғамбар пұтпараз әкесіне я әбәти лима та'буду шайтан. Ей әкетайым, не үшін шайтанға құлшылық қыласың деп әке демеген, әкетайым деген. Біз ғой намаз оқи салып бүгін әкемізді, шешемізді кәпірге шығарып жүретіндер бар, Алла сақтасын. Өткенде бір жігіт айтып отыр, қате айтып отыр. Бірақ сол қиссаны кейіннен тексеріп көрсем, ол қиссаның соңы былай екен. Қазір дейді, намаз оқитын жігіттер бар дейді, әкесі араққа жұмсаса бармайды дейді. Бірақ Ибрахим пайғамбарға әкесі, пұтпараз әкесі, пұтымды сатып кел деген кезде, құдайларымды сатып кел дегенде барып сатып келетін болған дейді. Сосын анан естіп қалдым, оппа, мынау что-то бірдеме, не то мына жерде. Сонда мен не? Әкем маған анаша әкеп бер десе, мен барып анаша сатып әкеп беруім керекпін бе әкеме? Арақ әкеп бер десе, арақ. Аллах Тағала Құран кәрімде тауану алал бирри ваттақва ва ла тауану алал исми ва ла удван. Тақуалыққа, жақсылыққа жәрдем беріңдер, күнәлі іске, дұшмандыққа жәрдем бермеңдер дейді. Әмір. Сөйтіп тексерсем былай екен. Ибрахим пайғамбардың бұл қиссасы бар екен. Ибрахим пайғамбардың әкесі пұттарды жасап біткеннен кейін балдарды шақырып айтады екен. Мына құдайлар осыны сатып келіңдер енді бар деп. Сөйтсе жаңағы балдары ұстап әкетеді екен. Ибрахим пайғамбар әкесінің жүзіне бір қарайды екен да, пұттарды көтеріп алып көшеге барады екен да. Ей халайық, мынау әшейін тас. Бұл естімейді. Сендер дұға қылсаңдар бұл естімейді. Сендерді көрмейді. Бұл құдай бола алмайды. Бұл тас. Қандай ақымақ осындай тас алады деп айғайласа, ешкім алмайды екен. Жаңа бауырлары сатады екен да, бұл сатылмайды енді андай отырғаннан кейін. Сөйтіп үйіне әкеледі әкесіне өтпеді деп береді екен. Сыртқы көрінісінде әкесіне бойы сұнуы бар, әкесіне қасарысып тұрып алған жоқ. Ішкі көрінісінде өзінің ақидасын, өзінің сенімін, ақиқатын, дағуатын жүргізіп жүр, қараңыз. Ибрахим пайғамбар. Сондықтан мұсылман адамда осындай хикмет, осындай даналықтар көп болу керек. Мен ағам менен ақша сұрады. 100 000 теңге. Енді менде 100 000 теңге жоқ, енді бір 50-60 000 теңге болды қалтамда. Бірақ өзіме керек еді, ағам айтып тастадым, маған өзіме керек болып тұр, 60 000 теңгем бар қалтамда деп. Сосын менен үлкен 6 жас үлкен ағам бар. Содан сұраған ғой жаңа. Сөйтсе олай кейіннен айтып жатыр ғой маған, сен қалай жаңағы неден шығуды білмейсің дейді жаңа. Көңілден шығуды білмейсің дейді. Менде қалтамда 50 000 теңге бар еді. Аға кешіріңіз, қалтамда 50 000 теңге бар, өзіме керек, бірақ сізге 20 000 теңгесін бере тұрайын ма деп бердім дейді. Ол ренжіген жоқ. Ал ана ағам маған өкпелеп қалды. Қарап тұрсақ сондай даналықты, сондай хикметті кейде істете алмай қалады екенбіз қарап тұрсақ. Біреудің көңілін қалдырып қоя салады екенбіз шорт кесіп. Ал Ибрахим пайғамбар, өзі әкесі пұтпараз болса да, оның көңіліне қарап, осындай тірліктер істеген, қараңыз. Ал енді ондай пайғамбардан, ондай дана адамнан Исмайылдай дана туылды ғой. Өлін енді қарап тұрсақ, бағана айтқаным әке менен баланың ортасында егер де әкетай дейтін болатын болса, баласына балақайым дейтін болатын болса, әке менен баланың ортасында махаббат пайда болады екен ғой. Анашын десең, анаң менен екі ортада махаббат пайда болады, қараңыз. Мысалы, қазақта қайрат болатын болса, қайратжан, талғат болатын болса, талғатжан. Сөйтіп еркелетіп сөйлеу балаңа, баланы еркелетіп сөйлеу жалпы баланы әкеге жақындатады деген, баланы анаға жақындатады. Сол сияқты әкеңе де, пап деместен, әкетайым, болмаса бір әкеңнің бір жақсы көретін есімдерін атап,
солай мәміле жасайтын болсаң, пайғамбар менен баласының ортасындағы сүннетті тірілткен болады екенсің. Қараңыз, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сахабалардың атын атамаған, Омар де Фаруқ деген. Қараңыз, Абу Бакрды Сыддық деген, Умму Абдулла деген Айша анамыз бала таппаса да, Абдулланың анасы деген, әпкесінің баласының несіменен атап кеткен пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Біз ана баяғы қуып кеткен жас кезіндегі атымен атап кетеміз ғой, мазақ қылып. Жоқ, бір-бірімізді жақындастыру үшін сондай адамның жақсы көрген нәрселермен айту. Енді осы қиссадан не аламыз тағы да десе, Құдайдан ізгі ұрпақ сұрап алатын болсаң, сен ешқашан сені құлшылықтан тоспайды екен. Қараңыз, сенің қабағыңа қарайтын болады. Исмаил Ибрахимнің қабағына қараған секілді. Сен далаға тысқа шығатын болсаң, жылы суың дайын тұрады, үйге келіп намаз оқитын болса, жай намазың төсеуіл тұрады. Тіпті сенің қажылық қаражатында Құдай тағала сол иманды перзент арқылы сенің жағдайыңды жасап қояды, көтеріп қояды. Қараңыз. Сондықтан бұл қиссадан алатынымыз, әке мен баланың ортасындағы мәміле қалай болу керек. Қараңыз. Бұл не? Салиқалы ұрпақ әке шешеге, ата бабаға пайда береді дегеннің мағынасы. Қараңыз. Сондықтан да айтпағым не нәрсе, мына өсіріп отырған ұрпақтарымызды салиқалы қылып тәрбиелеу сізбенен бізге міндетті болған істерден. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам, қараңыз, кімде-кімнің 3 қызы болса, оған құтты орнына қондырып иманды тәрбие берсе, ол әке шешеге жәннат міндетті деді. Бір сахабаның 2 қызы бар еді, 2 қызы ше, ол да, 1 қызы бар еді, 1 қызы ше, ол да деді. Қарап тұрсақ, өзі әйел адамның дәрежесін Құдай тағала құқығын көтеріп қойған екен ғой. Қараңыз. Кімде-кімнің 3 ұлы болса деген жоқ. Пайғамбар қызды айтып жатыр. Пайғамбарға бір жас жігіт келіп, Алланың елшісі, "Мана ахаққу наси би хусни сахаба." Алланың елшісі, адамдардың ішіндегі ең сырлас болуға, сұхбаттас болуға, жақсылықты үйіп төгіп аямай жасауға кім лайықты дегенде, анаң. Екіншісінде тағы кім? Анаң. Үшіншісінде кім? Анаң. Төртіншісінде әкең деді. 3 рет анаға жақсылық қылуды бұйырды. Ол анаң сенің апаң, анаң сенің қарындасың, анаң ол сенің жарың. Қараңыз. Төртіншісінде әкең деді. Демек, әйелдің құқығы 3 есе қорғалған екен біздің исламда. Ана Баян Есентаева деген айтып жатыр. Мен білем дейді, Құранды точно еркектер жазып шыққан дейді. Точно білемен дейді. Неге десең, еркектердің пользасына жасалынған ол Құран дейді. Еркектерді биік қылып қойған, әйелдер төмен қылып қойған. Жоқ, әйел адамдардың құқығы еркектерден 3 есе жоғары қорғалған. Еркек сол нәзік жандыларға пана. Ар-риджалу қауамун аля ниса дегендей. Еркектер әйелдерге үстемдік құрушы деген аят. Қараңыз. Енді еркектерге қатысты әңгімені бастайық. Жаңағы салиқалы ізгі ұрпақтарға қатысты, міне бәріміз еркектеріміз ғой. Осы еркектерге қатысты біздің жалпы әңгімеміз қалай болу керек? Білесіздер, сол Құран-ы Кәрімде тағы да айтайын, тағы бір қисса келеді. Хызыр алейхиссалам менен Мұса алейхиссаламның қиссасы. Мұса пайғамбар, Хызыр кім? Әулие, пайғамбар емес ол. Ғалымдардың келісімі бар оған. Өзі 2-3 адамды әулие дейміз ба, пайғамбар дейміз ба дегенде, сол Хызырды әулие кісі деген. Жер бетінде Алла менен тікелей тілдескен жалғыз пайғамбар бар, ол кім? Мұса алейхиссалам. Сонда қауымы дейді Мұсаға, Мұса, сен Құдаймен тікелей тілдесесің, сұрақ қояды, Құдай тағаладан тікелей сұрап болады, жауап береді. Сұрақ қояды, тікелей сұрап болады, Мұса жауап беріп отырады. Сонда дейді, жаңағы қауымы келіп айтты дейді ғой. Мұса, жер бетінде сенен артық білімді адам жоқ шығар деді. Сол кезде Мұса деп қалды дейді. Сонда Мұсаны тәубесіне келтіргісі келген Құдай тағала, Мұса, өзіңнен білімдіні іздеп тапқын келсе, пәлен деген жерге бар деп айтты дейді. Енді осы жердің мәселесін ашықтап кетейік. Пайғамбарлар үлкен күнә, кіші күнәні істемейді. Ешқашан. Пайғамбарлар өтірік айтпайды. Пайғамбарлар аманатқа қиянат қылмайды. Пайғамбарлар дінді жеткізбей қоймайды. Пайғамбарлар көріксіз болмайды. Пайғамбарлар
дінді жеткізбей қоймайды, пайғамбарлар ешқашан өтірік айтпайды, пайғамбар үлкен кішілі нәрселерде қателеспейді. Енді ғалымдардың мынандай сөзі бар, пайғамбарлар дұрыс дейді, үлкен мәселеде қателеспейді дейді. Онда мысалы пайғамбар өтірік айтатын болса, дін өтірік деген сөз шығады ғой. Дұрыс па? Біз қызық, шариғатты оқысаң, пайғамбарлық тақырыпқа кіретін болсаң, терең кіре бересің, көзің ашыла береді. Сонда дейді, пайғамбарлар дейді, үлкен мәселеде қателеспейді дейді, бір ғалымдар айтады. Кіші мәселеде қателеспейді дейді. Екінші ғалымдар айтады, пайғамбарлар үлкен мәселеде қателеспейді, кіші мәселеде қателеседі дейді. Олардың қателесуі бірақ бізге қателесу болып есептелінбейді дейді. Мынау өте жақсы, мынау жақсы нәрсе дейді. Осы екеуінде қателеседі дейді. Үмметіне өте жақсыны таңдаудың орнына жақсыны таңдап қояды дейді. Бірақ үмметіне бәрібір жақсы нәрсені таңдап беріп жатыр ғой дейді. Бірақ пайғамбардың затына қателесу болып есептелінеді, үмметіне қателесу емес дейді. Қараңыз, Зәмзәм суы тұр, қарапайым су тұр. Екеуі де су, бірақ оны өте жақсы. Мынаны берсем де сіз іше бересіз. Бірақ қабат деген Зәмзәмді бергенде еді ғой деп қаласыз. Сол сияқты пайғамбардың затына қателесу болып есептелінеді, үмметіне беріп жатқан нәрсесі қате емес дейді. Ал енді үшінші тарапта ғалымдар айтады, кіші мәселеде пайғамбар қателесіп жатса да, сол сәтте Аллах тағала оны түзейді дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям Мактуммен келген кезде басқа қауыммен отырады. Мактумды қабылдамайды пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Сол кезде Аллах тағала Абаса сүресін түсіріп, сол Мактумды қабылдатады Аллах тағала. Қараңыз. Сол сәтте пайғамбар мынаны жақсы көріп отыр еді дейді, мынау өте жақсы деп таңдап отыр еді, Аллах тағала оны одан да жақсыны таңдап берді, Мактуммен шұғылдандырып қойды дейді. Сол секілді Мұса білімдімін деп қалып еді, одан да білімдіні қарапайым 1000 әулие бір пайғамбардың басқан ізіне татымайды. 1000 әулие. Бірақ Мұса мен білімдімін деп қалып еді, Мұсадан да білімді кімді жіберді? Хызыр алейхиссаламды. Хызыр Құранда Хайдыр деп келеді. Қазақтың Қыдыр атасы ғой былайша айтқан кезде. Қыдыр ата келеді деп қадір түнде терезені ашып қойып отырады ғой, үйге келіп шай ішіп кетеді сармаймен, жаңарқан қымызын ішіп кетеді деген сияқты. Ондай емес ол. Сол Қыдыр, сол Құранда Хыдыр. Енді сол Қыдыр атаға бар дейді ғой қазақша айтқан кезде. Сонымен Қыдыр атаға барады Мұса алейхиссалам. Қыдыр ата тұр дейді, ей Мұса, сен маған ілімің жетпейді, сен ілім алуға жарамайсың, шәкірт бола алмайсың маған деп айтты дейді. Мұсаның айтқан сөзі, жоқ, мен сабыр етем, иншалла саған шәкірт болам, ілесем соңына. Жақсы, онда бір шарт қоям дейді, мен не істесем де жолда не үшін істедің деп сұрама дейді. Жақсы, екеуі келе жатады, жолда бір судың жағасына келеді, теңіздің ба, сөйтіп қайыққа отырады, кеме судың ортасына барған кезде Хызыр қазықпен ұрып кемені тесе бастады, астынан су бұрғылдап шыға бастады дейді. Сонда кімнің айтқаны, Мұса шыдамай кетіп, ей Хызыр, кеменің әһлілерін суға батырғалы жатсың ба деп айтты дейді. Сонда Хызыр тұрып айтады, ей Мұса, мен саған айттым ғой, не істесем де сұрама деп айттым. Болдым, жаздым, жаңылдым, енді сенен ештеме сұрамаймын. Екеуі арып ашып шаршап бір жерге келе жатса, алдынан жас бала шығады, жас баланы Хызыр өлтіріп тастайды сол жерде. Сол кезде Мұса тұрып, «Ақаталта нафсаң закия», ей Хызыр, күнәдан пәк болған сәбиді өлтірдің ба дейді. Қазақша айтқанда періштені өлтірдің ба дейді. Сол кезде Хызыр тағы да тұрып айтады, ей Мұса, мен саған айттым ғой, мен не істесем де сен сұрама. Сен шартты бұзып жатсың ғой айналайын. Бітті, бұдан кейін енді бір шарт бұзылатын болса, сен тастайым да кетем. Болды, жаздым, жаңылдым, тәубе еттім, енді сенен ештеме сұрамайым. Екеуі келе жатады да арып, ашып бір ауылдың шетіне келеді. Ауылдың барып азық сұрайды, ауылдың адамдары бермей қояды. Сосын кейін екеуі бір қабырғаға сүйеніп отырса, қабырға бүйтіп құлайын деп тұр дейді, стена. Сосын Хызыр тұрады айтады, Мұса, мына қабырғаны жаңадан тұрғызайық дейді. Мұса түсінбей қалады, неғып жаңадан тұрғызамыз? Екеуі кесіп, кесек тасып, тас тасып, қабырғаны жаңадан тұрғызады. Біткен кезде Мұса сылқ етіп отыра кетеді, айтады, Хызыр дейді, мына стена, мына қабырға, мына ауылдікі. Біз айдаладан арып ашып шаршап келдік, олар азық бермей қойды, бізге тамақ бермеді. Енді осының бір әжірін, бір қайтарымын сұрайық енді осы ауылдан. Сөйтіп азықтанайық соған дейді. Сонда Қыдырдың айтқаны, Мұса, бітті, екеуміздің айырылысатын жеріміз осы, сен бұдан артық білімің маған жетпейді, маған ғайыптан Аллах тағала білім берген. Енді екеуміздің айырылысатын жеріміз осы, бағанағы болған оқиғалардың енді сырын ашып берейін дейді. Бірінші дейді, келіп отырған кемеміз дейді, арғы шетте залым патша бар дейді. Бүтін кемелердің барлығын
тартып алып жатыр теңіздің арғы шетінде. Мен оны айыптап қойдым, ол міскіндердің, кедейлердің кемесі еді. Олар келе, жендеттер келеді, мына кеме бізге жарамайды екен деп кетіп қалады. Оны кедейлер қайтып жамап, қайтып қажетіне жаратады дейді. Қарап тұрсаң, судың ортасында кеменің тесілуі жаман іс, бірақ Аллах тағала астынан не жасырып қойыпты? Жақсылық жасырып қойыпты ғой. Сен Қарағандыға бара жатсың, жолда баллоның тесіліп қалды, я болмаса радиаторың қайнап кетті, сен аны баллоныңды тепкілеп нервіштетпе. Сені Құдай тағала жолдан бір басқа бір бәледен сақтап қоюы мүмкін. Алланың әрбір жазуында бір хикмет, бір даналық бар. Қараңыз. Болды, бұның сырын білдім енді. Екінші айтады, ана келе жатқан кездегі жас бала дейді, ол дұрыс дейді, жас бала күнәдан пәк дейді, бәлиғат жасқа толмаған дейді. Бірақ ол ертең Құдай тағала маған білдірді, ертең есейген кезде кәпір болғалы тұр, өзі кәпірлігімен қоймай, әке шешесі де салиқалы кісілер еді, соларды күпірге итермелегелі тұр дейді. Мен оның жанын жас кезінде алып қойдым, енді ол ертең есепсіз жәннатқа кіреді, әке шешесі де салиқалы болып өтеді бұл дүниеден дейді. Қарап тұрсаң, біреудің жас баласы дүниеден өтіп кетуі жаман іс, жаман тағдыр, сыртқы көрінісі бізге. Бірақ астына Аллах тағала үлкен бір жақсы тағдырды жасырып қойыпты ғой. Біреудің сәби шетінеп кетуі мүмкін жастайынан. Ертең қиямет күні ол сені оттан қорғап қалуы мүмкін. Біреудің баласы, жас баласы дүниеден өтіп кеткен жаман. Қазақ не дейді? Атамдатсаң атамдат, ботамдатпа дейді. Кәрі өлсе жер, тұрған дауыл тынғандай, жас өлсе бәйтерегің сынғандай дейді. Жастың өлімін жақсыға санамаған қазақ. Бірақ қазақ не дейді? Өзі берді, өзі алды дегенде қараңыз. Өзі берді, өзі алды. Солай жұбатқан өзін. Демек, жастың дүниеден өтіп кетуі жаман іс, бірақ Алла тағала астынан жақсылықты, үлкен бір жақсы тағдырды жасырын жасырып қоюы мүмкін. Хикмет даналығыменен. Енді ана құлағалы тұрған стена дейді, қабырға. Ғуламайни, ятимайни, екі жетім баланың стенасы дейді. Ана астында екі жетім баланың әкесі дейді, байлық жасырып кеткен дейді. Бүгін ертең құлайтын болса, ана ауылдың әхілдері адамдары алып қойғалы жатыр, тонап алғалы жатыр дейді. Оны жаңадан тұрғыздық, ертең олар есейгенше ана қабырғада ескіреді, сөйтіп өздері қол жеткізеді дейді. Сапарда арып ашып шаршаған кезде ондай бір жұмысты істеу жаман іс, бірақ Аллах тағала астына жақсылық жасырып қойыпты, бірақ соңында әкелерге қатысты маңызды мәселені айтады. Ва кана абухума салихан дейді. Бірақ сол екі жетім баланың әкесі салихалы кісілер еді дейді. Қараңыз. Шешесі деген жоқ. Сол екі жетім баланың әкесі салихалы кісілер еді, жақсылықты көп істейтін кісілер еді дейді. Сонда әкенің салихалығы себепті баласының байлығын сақтап қоюға Құдай тағала бір пайғамбары менен бір уәлиді, бір әулиені жіберіп қойды. Қараңыз. Кепілдігіне алды Құдай тағала. Біз дүниеден өтіп кетіп бара жатып, анамдай балама мынандай қыл, мынандай қызыма мынандай қыл деп айтып кетуіміз мүмкін. Бірақ Құдайға тапсырғаның жақсы ма? Пендеге тапсырғаның жақсы ма? Ал Құдайға тапсыруымыз үшін әкелер салихалы болу керек екен ғой. Қараңыз. Ұрпақтың, қыздың, ұлдың тағдыры жақсы болсын десек, әкелер салихалы болып, тақуа болып өмір сүруіміз керек екен. Қызыңа оқуға барған кезде ана үйде тұрады деп үй алмай-ақ қой сен қызыңа. Қызыңа жаңағы ұлыңа материалдық тұрғысынан шаршамай-ақ қой. Сен өзіңді салихалығыңмен шаршат. Ұрпағыңа салихалы ұрпақ иманды тәрбиеменен шаршат. Сол кезде сенің ұлдарыңның, қыздарыңның тағдыры жақсы болады екен. Бұл тікелей әкелерге қатысты екен, қараңыз. Тікелей әкелерге қатысты. Сондықтан сізбенен біз қаншалықты салихалымыз? Үйімізде Құран ашып оқи аламыз ба? Үйімізде бір мезгіл дастархан басында отырып, ай балам, ана соткыңды, қызым, ана соткыңды, неңді қой, пайғамбардың бір хадисін. 3 мезгіл тамақ ішеміз, дұға қыламыз. Сол кезде отырып 10 рет пайғамбарға салауат айта аламыз ба? Таң шайыңды ішіп біткен екен бала шағаңмен 30 рет салауат айтсаң, түсте 30 рет, кешке 40 рет айтсаң, күніне 100 рет салауат айтып жатсың. Балаңның қолына, қызыңның қолына бір тәспі, электронный тәспі беріп қойдың ба? Салауат айтып жүріңдер деп. Арасында жақсы айтқандарға сыйлық беріп жүрсің ба? Береке кіреді үйіңе. Қараңыз. Осы жағынан біз шалыс қалып жатырмыз. Ал ендігі әңгіме, міне, әкелер не істеуіміз керек екен? Тақуалығымызға жұмыс істеп, жақсы амалды көп істеуіміз керек екен. Жақсылықты көп істеп, жетімге, жесірге қарайласуымыз керек екен. Қазақ не дейді?
жақсы әке перзентке қанша жыл азық? 40 жыл азық дейді. Өтіп кетсе де дүниеден перзентке 40 жыл азық болады екен ғой, қараңыз. Одан кейін ол әке жақсы салиқалы болып әке өтіп кетсе, оған 40 жыл азық сөйтіп, Құрандағы айтқан қиссадағы әңгіме, соның мағынасы түбірі соған келеді. Осы қазақтың мақалына. Ал енді бұл әкелерге қатысты, бағанағы салиқалы ұрпаққа қатысты әңгімені айттық, енді әкелерге қатысты әңгімені айттық, енді аналарға қатысты. Аналар қандай болу керек? Білесіздер, сахабалардың уайымдары, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға бір жас сахабия әйел келеді. Алланың елшісі, қараңыз айтып тұрған әңгімесін. Қолында жөргектегі баласы құндақтаулы сәбиі бар, жаңадан туған. Алланың елшісі, мына сәбиімді қалай тәрбиелеймін деп айтты дейді. Біз 11-ді бітірген баламызды университетке түсіреміз ғой, тәрбиелейміз деп, 11-ді бітірген баламызды медресеге жібереміз, 9-ды бітірген баламызды медресеге жібереміз. Сахабия әйелдердің уайымын қараңыз. Құндақтаулы баласын алып келіп тұр пайғамбардың алдына. Мына баламды қалай тәрбиелеймін? Сонда пайғамбардың айтқан сөзі, сен кешіктің деді. Сонда анау қалай көзі шығып кетсе, Алланың елшісі бұл есін білмейді. Мен қалай кешіктім дегенде, оны құрсақта тәрбиелеуің керексің деді. Енді құрсақта қалай тәрбиелейміз? Осы сұраққа тоқталайық. Қазақ не дейді? Заманына қарай адамы дейді. Енді мен осы пайғамбардың осы хадисін көп ізденіп көрдім, шейхтардан да сұрадым. Шейхтардың айтқан жауабы маған, құрсақта ана қандай іспен айналсады, сол кезде перзент сондай болады дейді. Бұрын аналарымыздан еститінбіз. Аяғым ауыр кезде шұлық сондай тоқтпайды екен жаңа. Баланың кіндігі іште оралып қалады деп ше. Сон анам менің әпкемді, апамды туатын кезде соны тыңдамай нағыла берген ғой. Сөйтсе жаңағы мойнына кіндігі оралып қап, жаңа әпкемізді өлтіріп ала жаздап, әзер дегенде босанған ғой жаңағы. Ол кезде жаңа кесарево деген, кесіп алу деген жоқ. Әзер дегенде көк-көмек болып кеткен, алып шықса жаңа мойнына несі оралып қалған дейді, кіндігі дейді. Қазір енді нәски тоқымайды ғой, мұны айтпай қойсақтар болады қазір қарындастарымызға. Лимаксты алып кие саламыз ғой, оңай ғой, жүн нәскиді де басқанды. Сонда айтпағым не нәрсе? Шейхтардың айтқаны, құрсақта ана не нәрсемен айналысады, перзенттің тағдырынан сол нәрсе жазылады дейді. Қараңыз. Мына бәрімізде сотка бар, мына сотка. Үйіңіздегі 2 жасар, 3 жасар балаңыздың, қызыңыздың қолына мынаны берсеңіз, сізден жақсы функциясын атқарып береді. Даже кейде настроить етіп береді. Балам, мен настроить етіп берші деп айтасын, сен настроить етіп береді. Неге? Өйткені ананың көзімен қарады, ананың саусағымен клавиатурасын басты, ананың құлағымен, наушнигімен болсын, құлағымен болсын естіді. Мынау анасының ішінде мұнаменен дайын танысып қойған мына программамен. Ана үйіңде бір жоғалтып қалған затыңды таппай үшін көріп қалсаң, ана затым таппай, әкеш деп айтасың ғой. Сол сияқты анасының ішінде мұнамен танысып қойған, мына дүниеге келіп, енді есін жия бергеніңіз көрді, ана әкел сотканы әкел деді да, ана ақтарып саған кіріп, ішін бәрін ақтарып береді. Ананың құрсағында мынаны ақтарып қойған ол, заманына қарай адамы деген сол. Қараңыз, құрсақта тәрбиелеу керек деген осы. Енді айтпағым не нәрсе? Ана балаға аяқ ауыр кезде Құранменен шұғылданса, білімменен шұғылданса, пайғамбардың хадисін оқыса, әке мен шешенің арасындағы мәмілесі жақсы болса, мына бала жатырда жатқан, құрсақта жатқан баланың тағдыры жақсы болады екен ғой, қараңыз. Сол жұғады екен баланың бойына. Өзбекстанда оқыған ұстаздарымыз айтатын еді, бір әйел адам аяғы ауыр болған ғой жаңағы. 2-3 ай жер кезі болады әйел адамның. Сөйтіп көршісінің үйіне бірдеме бар сұрап барса, ана кезінде ана қапқа құртты құйып қойған кезде жаңағы барып еміп тұратын ек қой бала күнімізде. Сол сияқты ана көршінің қабына көз түседі, жерік байғұс үйіне ана әйел кіріп кеткен кезде ана қапты біраз жаңағы нағыған екен да, құртын жеп алған екен да, ұрлап қаптың сыртынан еміп. Сөйтіп ана баланың баласы ұры болып туылады ғой. Ол кезде меспенен сүт сатады екен көшеде. Соны жаңағы сүт сатушының месін, қойдың қарын мес деп атайды ғой. Соның сыртын мындай неменен, инеменен, бігізбенен тесіп, жаңағы сүтін ішіп ұрлап ішіп кетеді екен. Сонымен бір күн ана месі жарамай қалған,
баланы желкелеп әке шешесіне алып келеді. Әке шешесі салиқалы кісі отырады да ананың месінің құнын төлейді да айтады: мынау оңай нәрсе емес дейді, бала деп мына нәрсеге қарамау керек. Мынаның ертең қолындағы инесі пышаққа айналады, пышағы қаруға айналады, ертең бір қаншерге айналғалы тұр мына баламыз дейді. Екеумізден бір мүлт кеткен нәрсе бар. Сенің ата бабаң текті ме дегенде ойланып отырып, әйел айтады: жоқ, біздің ата бабамызда текті, онда ешқандай ұры болмаған. Күйеу отырып айтады: менің де ата бабамда ұры болмаған. Онда мынау қайдан пайда болды дегенде, әйелі қаптап санын соғып қалады. Жаңағы: не болды дегенде, мен осыған жерік кезінде жаңағы көршінің үйінің бар қабын сорып жаңағы жеген едім, жеріктігім содан басқан едім. Осы жерден кеткен екенсің ғой, сен де тәубе ет, мен де тәубе етемін деп жаңағы тахажжудқа тұрып тәубе еткен кезде, ертесінен баласы жүгіріп келіп қолындағы пышағын лақтырып жіберіп: әке, мынау маған жек көрінішті болды деп жаңағы ана пәленшеден қатты ұрыс естідім, мен екінші мына нәрсені істемеймін деп әке шешесіне уәдесін берген екен. Қараңыз. Сондықтан сіз менен біздің ішіміздегі осы әйел адамды, сондай тәрбие берген кезде бала сапалы болып туылады екен. Баланың сапалы, тақуа болып туылуына шеше тікелей кінәлі екен. Үйдің жақсы болуы ағашынан, жиеннің жақсы болуы не дейді? Нағашысынан дейді. Нағашы жақсы болатын болса, сол жұғады да ананың тұқымына тартады. Сол қараңыз. Сондықтан айтпағым не нәрсе? Осындай нәрселерге мән беруіміз керек. Сол сахабия әйелдердің ішінде бір күні Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға бір сахабия әйел келді айтты дейді: ей Алланың елшісі, мен зина істеп қойдым деп айтты дейді. Маған жаза тұрғызыңыз, тасборан қылыңыз. Бойдақ әйел менен бойдақ ер жігіт болатын болса, оларға рәжім қылынады. Оларға дүре соғылынады. Ал үйленген болатын болса, екеуі де, оларға рәжім, тасборан болады. Сонда әйел айтады: мен зина істеп қойдым, маған жаза тұрғызыңыз. Неге деп сұраған кезде, ақыретке мына күнәмді арқалап кеткім келіп тұрған жоқ деді. Сонда сахабалар мына дүниеге күнәсін тастап кетіп отырған екен ғой, жазасымен. Қараңыз. Ана әйел адам келіп тұр. Еркектерді қойғанда былай қараңыз. Оны ешкім көрген жоқ еді дейді. Сонда Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам ана әйелдің өкінішінің соншалықты тәубесінің қабыл болғандығы пайғамбарға білдірілді дейді. Пайғамбар ол әйелді азаптан құтқарғысы келіп, қасында сахабалар отырғаннан кейін: ләж жоқ, бәлки көтеріп қойған шығарсың, соны біліп кел деп айтты дейді. Сонда ана әйел кетті дейді. Бір-екі айдан кейін келіп: Алланың елшісі, расында мен көтеріп қойыппын, өткенде білесіз бе, мен сізге келген әйел адам едім ғой, мен зина істеген едім ғой, маған жаза тұрғызыңызшы деп айтты дейді. Сонда сахабалар отырды. Егер де әйелге кете бер деп айтқан кезде, сахабалар зинаға немқұрайлы қарап қалмау үшін Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам тағы да ана әйелді құтқарғысы келді, тәубесінің қабыл болған біліп тұр дейді. Бәлки осыны туып келерсің деп айтты дейді. Сөйтіп 9 ай 10 күн, 1 жыл туып келеді. Пайғамбар ұмытып кеткен оны. Сөйтіп қайтадан келіп пайғамбардың есіне салып жатыр дейді. Ей Алланың елшісі, білесіз бе, осыдан 1 жыл бұрын келген мен зина істеген әйелмін. Арасында мен көтеріп болған екен, босанып кел деп айттың, міне босанып келдім деп қолындағы баласын ұстап келіп тұр дейді. Сонда пайғамбар тағы да ана әйелді құтқарғысы келіп, сахабалар отырғандығы себепті, бәлкім осыны 2 жыл емізіп келерсің деп айтты дейді. Ана әйел кетті. 2 жыл емізіп, пайғамбар тағы да ұмытып кеткен. 2 жылдан кейін, енді 3 жыл өтіп кетті ғой, баланы 1 жыл бойында көтерді, 2 жыл емізді, 3 жыл өтіп кеткен. Пайғамбардың алдына келіп: ей Алланың елшісі, білесіз бе, мен сен қай 1 жыл келгенмін сізге, мен зина істеп қойған әйелмін, балаңды 2 жыл емізіп кел дедім, міне 2 жылдан кейін келіп тұрмын. Баласының қолында жетектеп алған, баласының қолында кішкентай наны бар, бір күлше, соны жеп тұр дейді баласы. Сонда сахабалар отырып пайғамбардың қасында, пайғамбар зинаға жол ашылып кетпесін деп ләж жоқ, нағылды, рәжім қылды дейді. Сонда тасборан қылып жатады. Ана әйелдің денесіне қан шашырап, бір сахабаның бетіне тиіп кеткенде, сахаба анаған лағнет айтты дейді. Сонда Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам: пәленше, сен асықпа лағнетке, лағнет айтпа. Ол әйелдің тәубесі менен сендердің тәубелеріңді қосқан кезде, ол әйелдің тәубесі озды деп айтты дейді. Ол ақыретке ана зинасынан пәк болып кетті деп айтты дейді Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Қараңыз. Не? Сахабия әйелдер өзінің күнәсін, еркектерді айтпай-ақ қояйық, әйел адамдар өзінің күнәсін осы дүниеде тастап кетіп отырған кәпарат қылып, Алланың алдында қара бет болғысы келмеген. Қараңыз. Олардың іші қандай болатын болса, сырты сондай болған, сырты қандай болатын болса, іші сондай болған.
Біз ондай емеспіз ғой. Иә? Ана Хасан Басри рахимахуллахтың айтқан сөзі бар. Құдай тағаланың несі ғой дейді, мейірімі ғой дейді. Біздің сырымызды, ниетімізді жүрекке жасырған дейді. Егер де ниетімізді, жүрегіміздегі сырымызды, ниетімізді сыртқа ашып берген кезде дейді, бір-бірімізбен қылыш ұстап тұрып сөйлесетін ек дейді. Рас қой, ғайбат айтқан адамды, өсек айтқан адамның қасына отырып аласың да, қайтадан әңгімеңді жалғастырып отыра бересің. Жүрегіңде жасырынып тұр, орап Құдай тағала сенің сырыңды жасырып қойған. Енді осы дүниенің өзінде сенің айыбыңды Құдай тағала жүрегіңде жасырып қойса, бір-біріңе ашып жатқан жоқ. Соның өзінде біз бір-біріміздің айыбымызды ашамыз ғой. Ал мына дүниеде Құдай тағала сенің айыбыңды біреуге паш етпей жасырып қойған болатын болса, сәттар жасырушы Құдай тағала ертең қиямет күні сенің одан да үлкен айыбыңды жасырады. Қараңыз, егер біреудің айыбын жасыратын болсаң, қараңыз. Сондықтан да құрметті мұсылман бауырлар, менің айтпағым, мына қазір өсіріп отырған ұрпақтарымыз, қазақта сөз бар, ата көрген оқ жанар, шеше көрген том пішер деген. Қазір ата көріп оқ жонып, шеше көріп том пішіп жатқан қыз жоқ, ұл жоқ. Мынаны көріп отыр бәрі. Ұяда не көрсе, ұшқанда соны іледі деп айтамыз ғой. Ұялы телефоннан не көрсе, ұшқанда соны іліп жатыр қазір. Өкінішке орай. Міне, бала күнімізде ана Ван Дамның, я болмаса немістер мен советтердің бір киносын көрсек, далаға шығып, ағаш автомат істеп, бір-бірімізбен атысып, дытының темірлерін варит етіп, қапқа қойдың қиын салып, соны груша қылып ұрып, сөйтіп жүретінбіз бір аптаға дейін. Одан кейін сол қалады ана киноны екінші көргенше. Ол да бір жақсы екен ғой, еркектікке тәрбиелейді. Ол айына жылына бір кинодан көрген нәрсеңді істейсің сен. Ал қазір мынадан бүкіл әлемді мынаның ішінен тауып аласың сен. Бүкіл жаманшылықты мынаның ішінен тауып аласың. Оны көрген адам істемей тұрмайды дейсің ба? Істейді. Істейді. Қазіргілердің тез ер жетіп, қыздардың тез бой жетіп кетіп жатқан сол. Сен балаңды мынадан қорғап тәрбиені бермесең, орта жолдан қазіргі баланы жұлып алып кетіп, тажал тәрбиелер өте көп қазір. Орта жолдан жұлып алып кетеді. Бір қарындасым үйіне барсам, үш бұрышта үш баласы жатыр, бұж-бұж деп телефонмен бірдеме ойнап жатыр. Сөйтсем, үшеуі бірігіп бір бөлме ішінде ойнайтын ойын бар екен ғой, оны біз білмейміз ғой, біз ручноймыз ғой, біз баяғының адамдарымыз, Советский Союз. Мұны ассалаумағалейкум десем, олар қарамайды. Сөйтіп қарындасым айқайладым, мыналар нағашыны ұмытып қалған ма, келіп амандассын да десем, нағашыларың келіп тұрыңдар десе, қарамайды ол, нағашы пағашы қызықтырмайды, телефонның ішіне кіріп кеткен. Міне әрбіріміз ойлаймыз ғой, баламыз үйде отырып, әрбір бұрышта мынау тәрбиелеп отыр, қызыңды, ұлыңды. Қараңыз. Сондықтан оларға қазіргіден бастап контроль қоймасақ, оларды қазірден бастап бақыламасақ, ертең бәрі кеш болады. Ол кезде сан соғып қаласын, Алла сақтасын. Сондықтан да баланы қазіргі заманда бір нәрсеменен шұғылдандырып, миын аштып қоймасаң, мынау баламен шұғылданып жатыр. Балаңды күреске бер, балаңды гимнастикаға бер, қызыңды тоқитын үйірмеге бер, ағылшын тіліне бер, Құранға бер. Балаң сондай нәрсемен шұғыл болмаса, мынаменен отырып қалады. Баяғыдай бала болып қуаласпақ ойнайтын бала бар ма қазір? Асық ойнайтын бала бар ма қазір? Круг ойнайтын бала бар ма қазір? Жоқ қой. Біздің кезімізде құрғанда көшеге бір айналып келетіміз, әйтеуір жаяу жүріп келеді екенбіз ғой сонда. Ал қазір мынамен отырады, көшеге шықса да жүрмейді. Осымен сөйлесе салады, осымен барлық. Қойдың кезегінде осымен, қойды да осымен түгелдей салатын болыпты ғой қазір. Сенің үйінде тұрма, фотосын жібереді, болып тұра берсін, таңертең шығара сал деген сияқты. Сондықтан бауырлар, иншалла, әке болса, шеше болса, сол кезде бала дұрыс бала болады. Ал әке мен шеше өзінің функциясын жоғалтса, онда баланың тәрбиесінен сізбенен біз кенже қаламыз. Алла сақтасын. Аллах тағала баршамыздың ақыретімізді қайырлы етсін.